Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтінді теру және өңдеу. Бүгінгі сабақта үйренеміз. Мәтіндік редакторда мәтін теруді, мәтінді сақтауды. Оқушылар, мәтін дегеніміз әңгімелер, ертегілер, өлеңдер, хабарландырулар, құттықтаулар және де басқа да жазба ақпараттарды атаймыз. Компьютерде жазылған мәтіндердің барлығы мәтіндік құжаттар деп аталады. Мәтіндік құжаттарды өңдеуге, сақтауға арналған мәтіндік редакторлар бар. Бүгінгі танысатын мәтіндік редактор WordPad деп аталынады. Яғни WordPad бағдарламасы мәтіндік редактор болып табылады. WordPad бағдарламасын ашқанда алдымызда осындай терезе пайда болады. Тез қол жеткізуге болатын командалар. Тақырып тақтасы. Тақырып тақтасында біз жазған құжаттың мәтіннің тақырыбы тұрады. Сызғыш арқылы жолды үлкейтуге және кішірейтуге, абзацты реттеуге болады. Құрал-саймандар тақтасы, мәзір жолағы, жұмыс алаңы, беттің көлемін ұлғайту және кішірейту. Оқушылар, WordPad бағдарламасын іске қосу үшін бас мәзірді тінтуір көмегімен бір рет шертеміз. Барлық бағдарламалар бөліміне өтеміз. Стандартные бумасын таңдаймыз. WordPad бағдарламасын 2 рет шерту арқылы ашамыз. Алдымызда WordPad бағдарламасының терезесі пайда болды. 3-ші сынып оқушылары деп жазалық. 3-ші сынып оқушылары. Мәтіндік редакторда берілген мәтінді сақтау үшін файл бөліміне өтеміз. Сохранить как батырмасын таңдаймыз. Керек жерді таңдап, документке тақырып береміз. 3-ші сынып. Сақтау батырмасын басамыз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерлерімізге жазып алайық. Тапсырма. Оқулықта 32-ші беттегі жауап берейік тапсырмасы. Жауап берейік тапсырмасында 3 сұрақ берілген. 3 сұраққа жауапты жазбаша дәптерге орындаймыз. Және сұрақтарға жауапты WordPad бағдарламасында жазсаңыздар да болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.